Саламатсыздарбы балалар, математика пәні 165 сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы уақытты сағатпен анықтау. Әртүрлі сағат бойынша уақытты сағат, минут, секунд анықтауды үйренесіздер. Әртүрлі сағаттарға қара, әр сағатта уақытты анықтай аласың ба? Ақылды сағат, қараңдар. Проекциялық сағат, күнбағыс сағат, күн сағаты, құм сағаты және атомдық сағат. Сағаттардағы уақытты дәл секундына дейін анықта және жаз дейді. 7 сағат 45 минут 5 секунд, 10 сағат 15 минут 30 секунд, 12 сағат 15 минут 30 секунд. Жеңіс күні мерекесіне орай ұйымдастырылған әскери шеру сағат 10:00-де басталып, сағат 11:15-те аяқталды. Әскери шеру қанша уақытқа созылды? Жауабы минутпен өрнекте. Басталды 10:00-де, аяқталды 11:15-те, созылды неше минутқа? Яғни 11 сағат 15 минуттан 10 сағат 0 минутты азайтамыз. Яғни 1 сағат 15 минут. Бұл бізде 75 минутқа тең. Жауабы әскери шеру 75 минутқа созылды. Есептің сандық мәндерін өзгертіп қайтадан шығар. Басталды 9:00-де, аяқталды 10:20-да, созылды неше минут? 10 сағат 20 минуттан 9 сағат 00 минутты азайтамыз. Яғни 1 сағат 20 минут. Жауабы әскери шеру 180 минутқа созылды. 1 сағат 60 минут, 20 минут 80 минут болды. Диаграммада соғыс жылдары Қазақстанда жасақталып майданға аттандырылған әскери бөлімдер туралы мәлімет берілген. Диаграмма бойынша сұрақтар құрастырыңдар. Оны топтағы балаларға қойыңдар. Есептеу құрастырып, оларды шығарыңдар. Полк, батальондар, атқыштар бригадасы, атты әскер дивизиясы, атқыштар дивизиясы, және мына жақта сандық мәліметтер бар. Сұрақтар құрастырайық. Неге атқыштар бригадасы жасақталған? Атты әскер дивизиясы атқыштар дивизиясына неше есе кем жасақталған? Жеке полктар мен батальондар атқыштар бригадасына нешеге артық? Неге атқыштар дивизиясы жасақталған? Атты әскер дивизиясы 4 жасақ, атқыштар дивизиясы 12 жасақ. Неше есе кем? 12-ні 4-ке бөлеміз 3 есе, яғни атты әскер дивизиясы 3 есе кем жасақталған. Жеке полктер мен батальондар 50 жасақ, атты әскер дивизиясы 4 жасақ. Атқыштар дивизиясы неше жасақ? 2 есе артық. Барлығы неше жасақ? 4-ке 2-ні көбейтеміз 8, атқыштар бригадасы 50 қосылған 4 қосылған 8-тен 62. Барлығы 62 жасақ құрылды. Сағат нешекен анықта дейді. Яғни 4 сағат 35 минут 50 секундтан 1 сағат 35 минут 20 секунд азайтамыз. 6 сағат 11 минут 10 секунд қалады. 6 сағат 11 минут 10 секундқа 5 сағат 0 минут 45 секунд қосамыз. 11 сағат 16 минут 55 секунд болады. Мектепте Ұлы Отан соғысы жылдарындағы фотосуреттерден көрме ұйымдастырылды. Бірінші залға 64 фотосурет, екінші залға одан 2 есе кем фотосурет қойылды. Ал үшінші залға бірінші мен екінші залға қанша фотосурет қойылса, сонша фотосурет қойылды. Көрмеге барлығы неше фотосурет қойылды? Бірінші залға 64 фотосурет, екінші залға белгісіз фотосурет. Бірақ бірінші залға қарағанда 2 есе кем. Үшінші залға неше фотосурет? Яғни 64-ті 2-ке бөлеміз. 32 фотосурет. 64 қосылған 32-тен 96 фотосурет. Бұл үшінші залдағы. Енді 64 қосылған 32 қосылған 96, 192 фотосурет. Көрмеге барлығы 192 фотосурет қойылды. Сыныпта 25 оқушы бар, олардың ішінде 5 оқушы шахматта, дойбыда ойнай алады. 18 оқушы дойбы, 20 оқушы шахмат ойнайды. Сыныпта қанша оқушы шахматта, дойбыда ойнайды? Анықта дейді. Яғни 25-тен 5 азайтамыз, 20 бала шахмат немесе дойбы ойнайды. 20-дан 18 азайтамыз, 2 бала. Тек қана шахмат ойнайтын балалар саны. 18-ден 18 азайтамыз, 0, яғни 18 оқушы шахматта, дойбыда ойнайды. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.